Бақытсыз жамал және де жаңа аңыздың ақыры деген осы кітаптар ол қазіргі таңда жасөспірімдерге арналған кітап деп ойлаймын. Себебі біз оны қазір өзіміздің кітабымызда қазақ әдебиеті сабағында да оқып жүрміз. Ол өте өзіне романтиканы да, жаңағы психология барлығын алып отыр. Яғни тарихты да қамтиды. Кейбіреуі мысалы жаңағы айтып кеткен Ақбілек те ол большевик, меньшевиктерді де алуда. Сондықтан мен сіздерге кеңес беремін, осы Абай атындағы кітапханаға келіп, сол кітаптарды оқып, қазақ әдебиетін, көркем әдебиетке шолу жасаңыздар.